Бисмилла, вальхамдулилла, вассалату вассаламу аля расулилла. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Бүгін бізде мединалық курстың екінші томы, 11-ші дәріс. Ад-дарсул хади ашара. 11-ші сабақ. Фил хафилати, автобустың ішінде. Мана диалог берілген. Видеоны паузаға басып, өзіңіз оқып аударып шығасыз. Немесе паузаға басып, бір сөйлем оқисыз. Мысалға, мынандай сөйлем. Айна тадрусу я ахи, аударасыз, кейін видеоны жалғастырып, осы бір сөйлеммен тексеріп отырасыз. Ассаламу алейкум, ва алейкумуссаламу, ва рахматуллахи, ва баракатуху. Аударма қойық. Масмука я ахи. Атың кім, я бауырым дейді. Ал-ауалу, бірінші жолаушы, бірінші адам. Исми Абдуллахи, менің есімім Абдулла, ва масмука, ал сенің есімің кім? Ас-сани, екінші адам жауап беріп жатыр. Ал-ауалу исми Файсалун, менің есімім Файсал. Аталибун анта я Абдаллахи, наяқта фатха болады. Неліктен? Себебі мудоф илей. Біріншіден, екіншіден мына я келтір. Қаратпа сөз. Байланысып жатырмыз біреумен. Сен оқушысың ба? Ей Абдулла. Наам, я. Айна тадрусу я ахи. Қай жақта оқисың, я бауырым? Адрусу би джамиати рияды. Мен Рият университетінде оқимын. Адрусу. Тадрусу сен оқисың, адрусу мен оқимын. Ядрусу ол оқиды. Бұғанда мән беріп отырыңыз. Етістіктің жүктелуіне. Бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ дегендей. Фи айи куллиятин тадрусу. Сен қай факультетте оқисың? Адрусу фи куллиятил хандасати. Мен инженер факультетінде оқимын. Фи айи санатин тадрусу. Қай курста оқисың? Қай жылда, я, сөзбесіз аударатын болсақ, сана бұл курс деп алсақ болады. Қай жылда оқисың, немесе қай курста оқисың? Адрусу фи санати фанияти. Мен екінші курста оқимын. Атаарифул мухандиса Салмана. Сен Салман инженер танисың ба? Табаан, әрине. Хуа устафи. Ол менің ұстазым. Хуа ахсану мударрисин фил куллияти. Ол факультеттегі ең жақсы ұстаз дейді. Оқытушы. Ман хаула илфитияту лазина ма'ака кааннахум ихватука. Мына сенің жаныңдағы жас жігіттер кімдер? Сенмен бірге ма'ака, сенің жаныңдағы деп алсақ болады. Кааннахум ихватука. Олар сенің бауырларың ау дейм деген сияқты мағынада, бірақ бұлар сенің бауырларың секілді деп айтып тұр. Кажется, они твои братья дейді. Наам хаула ихвати. Я, бұлар менің бауырларым еді, я, бұлар менің бауырларым. Ли арбаату ихватин ва саласу ахаватин. Менің 4 бауырым және 3 қарындасым бар дейді. Айна ядрусу хаулаи. Бұлар қайда оқиды? Амма ихвати, менің бауырларыма келетін болсақ, что касается деген амма келетін болсақ, факуллухум ядрусуна бил джамиати. Мен бауырларыма келетін болсақ, олардың барлығы, куллухум, кул деген барлық, хум олардың барлығы. Факуллухум, мана мынандай аммамен келетін, фа арпы, бұл аммамен бірге келеді. Что касается моих братьев, то деген, то они деген, мына то бар ғой, орысша, мына дәл сол секілді. Менің бауырларыма келетін болсақ, факуллухум ядрусуна бил джамиати. Олардың барлығы университетте оқиды. Исаны алайық. Ва хуа акбару минни. Ол менен үлкен дейді. Ол менен үлкен. Ядрусу фи куллияти тибби. Ол медицина факультетінде оқиды. Ва Ибрахиму ядрусу фи куллияти тиджарати. Ибрагим сауда-саттық факультетінде оқиды. Ва Исхақу ядрусу фи куллияти адаби. Исхақ әдебиет факультетінде оқиды. Ва Исмаилу ядрусу фи куллияти улуми. Исмаил ғылымдар факультетінде оқиды. Ва хаула ис-саласату асғару минни. Мана үшеуі менен кіші дейді. Ва аммал ахавату. Енді қарындастарыма келетін болсақ, что касается моих сестер, то они учатся деп мына осы фа. Ол менің қарындастарыма келетін болсақ, олар фил мадрасатил мутавасситати. Менің
қарындастарына келетін болсақ, олар ортаңғы сынып оқушыларына арналған мектепте оқиды. Зейнабу тадрусу фис санатил ула. Зейнеп бірінші курста оқиды. Тадрусу фис санатил ула. Мана тадрусу хияға тадрусу болады. Ядрусу ол ер адамға. Сонымен қатар анта тадрусу хия тадрусу осы екеуі бір. Бұны қалай ажыратамыз? Антама хияма контекстке қараймыз сөйлемге. Ва сальма тадрусу фис санати фанияти. Сальма екінші курста оқиды. Ва лайла тадрусу фис санати фалифати. Лейла үшінші курста оқиды. Фи ай мадрасатин тадрусу ахаватука. Сенің ахават қарындастарың фи ай мадрасатин қай мектепте оқиды? Енді Файсал Абдулладан сұрап отыр. Фи ай мадрасатин тадрусу ахаватука. Так. Ядрусна фи мадрасати Халид ибн ал-Валиди лил-банати би-Макката. Мына жақта мына ортаңғы сынып оқушыларына ма, немесе жоғарғы сынып оқушыларына ма, немесе бастауыш мектебінде ме, бұны сұрап жатқан жоқ. Фи ай мадрасатин деп. Яғни қай мектеп, кімнің атындағы мектеп, қандай мектеп? Мысалы бізде бірінші мектеп, екінші мектеп, осындай кісінің атындағы мектеп деген сияқты болады. Сол жайлы сұрап жатыр. Олар Халид ибн ал-Валидтің қыздарға Меккеде орналасқан және қыздарға арналған мектебінде оқиды. Айна таскунуна антум. Сендер қай жақта тұрасыңдар? Ихвати яскунуна фи махаджи'ил джами'ати. Менің бауырларым университеттің жатақханаларында тұрады. Амма ана фа аскуну ма'a қарибин ли. Ал маған келетін болсақ, мен өзің бір туысқандарым бірімен тұрамын дейді. Мутазауwijun анта я Абдаллахи. Сен үйленгенсің бе, ей Абдулла? Ла. Ласту би мутазауwijin. Жоқ, мен үйленбегенмін. Ма унванука. Сенің адресің, мекен жайың қандай? Хазихи битақати фиха унвани. Бұл менің визитка, немесе карточка. Бұл менің карточка. Бұда менің жаңағы адресім бар. Ашкурука я ахи. Саған рахмет айтамын, я бауырым. Ана масрурун билиқаика. Рахмет саған, я бауырым. Мен кездескенімізге қуаныштымын. Ана саанзилу фил махаттатил қадимати. Мен келесі аялдамадан түсемін. Енді Абдулла айтады. Фи аманиллахи. Алланың амандығында. Ва илаллиқаи. Кездескенше. Ас-саиқу ли Файсалин. Енді жүргізуші, ас-саиқ. Жүргізуші Файсалға былай дейді. Хазал бабу ли духули, я ахи. Ан-нузулу мин хунака. Бұл есік кіруге арналған. Я бауырым, түсетін есік ар жақта дейді. Түсу ар жақта. Тамарину жаттығулар. Аджибу анил ас'илатил атия. Келесі сұрақтар жауап бер. Мына сұрақтарға жазбаша түрде жауап бересіз. Мына диалогпен тексересіз. Би ай джамиатин ядрусу Абдуллахи. Абдулла қай университетте оқиды? Би джамиати Рияды деген секілді. Фи ай куллиятин ядрусу хуа. Ол қай факультетте оқиды? Фи ай куллиятин ядрусу Иса. Иса қай факультет? Ол қай факультет? Ол қай факультет деп сұрап келе жатыр. Айна тадрусу ахавату Абдиллахи. Айна тадрусу ахавату Абдиллахи. Мәна нау мудоф, нау мудоф илайхи, және наған мудоф болады, нау мудоф илайхи болады. Айна тадрусу ахавату Абдиллахи. Жауап бересіз. Айна яскуну Абдуллахи. Сосын айна яскуну ихватуху. Келесі жатуы сахих ма яли. Қай жақта тұрады деген сұрақ. Ла я'рифу Абдуллахи л-мухандиса Салмана. Абдулла Салман деген инженер танымайды дейді. Дұрыс па, дұрыс емес па, жауап береміз. X қоямыз, дұрыс болса, қате болса, ал дұрыс болса, птичка қоямыз. Абдуллахи мутазауwijun. Дұрыс па, дұрыс емес па? Ядрусу Абдуллахи фис санатил ула. Бірінші курста оқиды дейді Абдулла. Дұрыс па, дұрыс емес па? Қоясыз, кейін диалогпен тексересіз. Назала Абдуллахи минал хафилати қобла нузули Файсалин. Бұны да тексересіз. Абдулла Файсал түсуден бұрын автобустан шығып кетті дейді. أجب عن الأسئلة الآتية. هذه الأسئلة ليست مبنية على الدرس 11. Келесі сұрақтарға жауап бер. Бұл сұрақтар 11-ші дәріске негізделмеген. Яғни диалогқа қатысы жоқ сұрақтар. Айна тадрусу анта. Қай жақта оқисың? Жауап береміз. Комментарийға жауап берсеңіздер жақсы болады. Айна таскуну. Қай жақта тұрасың? Атa'рифу л-лугата л-францията. Француз тілін білесің бе? Min ай изаатин тасмa'у л-ахбара. Жаңалықтарды қай радиодан тыңдайсың?
أتعرف بيت المدرس оқытушының үйін білесің бе деген секілді. تأمل الأمثلة مثال زرته ثم ضع في الفراغ فيما يلي المضارع من الفعل ذهب بعد إسناده إلى الضمير. مثال زرته кейін келес келген бос орындарға ذهب етістігінен шыққан осы шақта қой дейді. Және міне ذهب етістігін өзіне сәйкес келетін дамирға жалғағаннан кейін бұның осы шақ түрін бос орындарға қойып шық дейді. Мысалды оқиық. Бірінші, Абдуллах ядрусу би джамиати рияды ва ихватуху айдан ядрусуна би джамиати рияды ва ахватуху ядрусна фил мадрасати al-mutawassitati Зайнабу тадрусу фис санати al-ула. Абдулла Рияд университетінде оқиды. Ядрусу мына жалпы осы шағы, осы келер шағы. Ва ихватуху айдан ядрусуна, оның бауырларда мына вау келіп тұр. Мына бұл дамир, көпше түрдің белгісі. Фаил, оның бауырлары да сол Рияд университетінде оқиды. Ва ахватуху ядрусна, мына нақтан нун, нуну та'ниф дейді, елтегінің көпше түрінің нуны. Дамир бұлда. Оның қарындастары орта сынып оқушыларына арналған мектепте оқиды. Зайнабу тадрусу фис санати ал-ула. Зейнеп бірінші курста оқиды. Аби. Так. Енді захабаны сәкес дамир керек болса жалғаймыз. Мысалға язхабуна, тазхабина деген секілді. Тазхабна соның қайсы формасында болады? Соған жалғап осы шақпен айтамыз. Аби язхабу иля суқи кулла сабахин. Менің әкем базарға күнде таңертең барады. Ат-тулабу язхабуна. Көпше түрде. Ат-тулабу язхабуна ал-ана иля ал-мудири. Оқушылар қазір директорге бара жатыр. Бірінші видео паузаға басып, өзіңіз оқып шығып жазуды ұмытпаңыз. Кейін жалғастырып тексересіз. Ухти тазхабу иля ал-мадрасати. Менің қарындасым мектепке бара жатыр. Аминату немесе барады. Аминату ва Фатимату ва Аишату язхабна ал-ана иля ал-мактабати. Амина, Фатима, Аиша қазір кітапханаға бара жатыр. Айна тазхабу анта я Ахмад. Сен қазір қайда бара жатсың, ей Ахмед? Сен қайда бара жатырсың, ей Ахмед? Ана азхабу ал-ана иля ал-масджид. Мен қазір мешітке бара жатырмын. أكمل الجمل الآتية بوضع فعل مضارع مناسب. Келесі сөйлемдерді сәйкес келетін осы шақтағы етістікті қойып толтырып дейді. Толықтыр дейді. Енді міндетті түрде захабадан шыққан етістік емес, кез келген сәйкес келетін мағына жағынан кез келген етістікті осы шақта қойып шығамыз. Паузаға басасыз, бір сөйлемді өзіңіз орындайсыз, жалғастырып тексересіз. Ат-туллабу мана куратал қадами кулла усбуин. Футбол, куратал қадами әр апта футбол ойнайды деп айтымыз керек, студенттер. Ат-туллабу ял'абуна куратал қадами кулла усбуин. Ял'абуна. Ал-мударрису ад-дарса аля саббурати. Сабақты тақтаға жазып жатыр деп айтымыз керек. Ал-мударрису яктубу ад-дарса аля саббурати. Бірден оқып кете берем. Ахавати яғсилна фияба биссабуни. Менің қарындастарым яғсилна киімдерді сабынмен жуады. Яғсилна міне. Яғсилна. Ана أقرأ القرآن كل صباح. من كنت تنجرتين قرآن قيما. أقرأ من أتسمع الأخبار من الإذاعة كل يوم يا عبد الله. راديودان كنت جانغال ترتنديسن بي عبد الله. أتسمع الطالبات يذهبن إلى المدرسة بحافلة المدرسة.
Оқушы қыздар мектепке мектептің автобусымен барады. Атасма'ул азана фи гурфатика я Алию. Сен бөлмеңде азан естисің бе, ей Али? Ат-туллабу яс'алуна ал-мударриса ас'илатан кафиратан. Оқушылар мұғалімге көп сұрақтар қойып жатыр. Яс'алуна ан-нисау я'кулна ат-туффаха. Әйелдер алма жеп жатыр. Я'кулна. Ана я'кулна. Я'кулна. Ал-мудирату تخرج الآن من مكتبها. Директор апай қазір кабинеттен шығып бара жатыр. Ана адрусу фи куллиятил хандасати. Мен инженерия факультетінде оқимын. Ухти тактубул ана. Менің қарындасым қазір жазып жатыр. Дурусаха фи дафтари. Менің қарындасым сабақтарын қазір дәптеріне жазып жатыр. حول المبتدا في كل من الجمل الآتية إلى جمع. Келесі келген барлық сөйлемдердегі мубтаданы бастауышты көпше түрге айналдыр дейді. Міне мубтада бұл міне ат-талибу. Енді осыны көпше түрге айналдырамыз. Бірінші мына жақтан оқимын, қалай жазылып солай аударам, кейін көпшесін айта салам, аудармайық. Ат-талибу. Видеоны пауза басып өзіңіз орындайсыз, сөйлем сайын жалғастырып тексеріп отырасыз. Ат-талибу ядхулул фасла. Оқушы сыныпқа кіріп бара жатыр. Ат-тулабу ядхулунал фасла. Ядхулуна. Ар-раджулу я'кулул аррузза. Ер кісі күріш жеп жатыр. Ар-риджалу я'кулунал аррузза. Ер кісілер күріш жейді. Ал-амилу я'малу фил масна'i 8 са'атин. Жұмысшы заводта 8 сағат жұмыс істейді. Ал-уммалу я'малуна фил масна'i 8 са'атин. Ал-уммалу. Al-ummalu ya'maluna fil masna'i 8 ساعات. التاجر يفتح الدكان في الساعة 8. سوداجر دكينده ساعات 8 ашады. التجار يفتحون الدكان في الساعة 8. الطبيب يذهب الآن إلى المستشفى. دارجر قازر أو روحنا برجتر. الأطباء يذهبون الآن إلى المستشفى. أختي تبحث عن المكنسة. من قرنسم صبرغش زبجتر. أختي أخواتي بولاد. أخواتي يبحثن عن المكنسة. يبحثن. من قرنسم قصر صبرغش زبجتر. المدرسة تدخل الفصل في الساعة 7. المدرسات يدخلن. المدرسات يدخلن الفصل في الساعة 7. ساعة 7 كريدة. وقتش أيلدر сыныпқа сағат 7-де кіреді. Ат-талибату тактубу дарса. Оқушыға сабақ жазып жатыр. Ат-талибату тактубу дарса. Ат-талибату яктубна ад-дарса. Қараңыздар. Хия тактубу. Анти تكتبين. أنت تكتبين. ينده هن كوبشسة. هي نم كوبشسة. هن يكتبن. أنتن تكتبنا. Үшінші жақ, екінші жақ. Яктубна олар әйелдер, тактубна сендер әйелдер.
ол әйел, тактубу сен әйел, тактубина. Мына тактубу яктубна, тактубина тактубна. Мән беріңіздер осыған. الطالبة تكتب الدرس الطالبات يكتبن الدرس زميلة أختي تعرف اللغة الفرنسية менің қарындасымның сыныптасы француз тілін біледі. زميلات أختي يعرفن اللغة الفرنسية يعرفن زميلات بنت عمي تدرس في المدرسة الثانوية менің көкемнің ағамның әкесінің бауыры ғой. Менің көкемнің қызы тадрусу фил мадрасати санавияти жоғарғы сынып оқушыларына арналған мектепте оқиды. Банату амми ядрусна фил мадрасати санавияти анни фил фаиля фи кулли минал жумалил атия. Так, келесі келген барлық сөйлемдердегі фаилді әйел тегіне айналдыр дейді. Фаил кім? Фаил мәні ахук. Енді осыны ертегіне әйел тегіне айналдырамыз. Айна ядрусу ахука я Алию. Сенің бауырың қайда оқиды, ей Али? Айна тадрусу ухтука я Алию. Сенің қарындасың қайда оқиды, ей Али? Яшрабу абил қахвата. Менің әкем кофе ішіп жатыр. Ташрабу уммил қахвата. Умми. Ял'абу тифлу ма'a ухтихи. Бала қарындасымен немесе әпкесімен ойнап жатыр. Тал'абу тифлату ма'a ухтиха болады. Ма'a ухти. Мынау хи оның өзінің әпкесімен. Өзінің оның деп мына бала өзінің әпкесімен. Бала ертегінде болған себепті мына ухтихи болды. Енді мынау тал'абу тифлату тамарбута жалғады, қыз бала. Кішкентай қыз бала өзінің әпкесімен немесе сіңілісімен ойнап жатыр. Ма'a ухтиха. Ядхабу талибу илал мадрасати. Оқушы мектепке бара жатыр. Тадхабу талибату тамарбута жалғадық илал мадрасати. Айна яджлисул мударрису. Оқытушы қайда отырады? Айна таджлисул мударрисату әйел тегінде. Тааммал ма елі келген зерттей дейді. Тадхабу сен, анта тадхабу және хия тадхабу. Ол екеуін қалай ажыратамыз? Тек қана контекстпен. Кім жайлы айтылып жатыр? Соған қараймыз. Қанша жаттығу бар екен, әлі біраз бар. Маша Аллах. оқи берейік. حول الفعل في كل من الجمل الآتية إلى مضارعين. Келесі келген барлық сөйлемдердегі фиилді етістікті, яғни пиғыл етістікті осы жаққа айналдыр дейді. Анаذهبت إلى السوق. Мен базарға кеттім, бардым. Ана أذهب إلى السوق. Мен базарға барамын деген секілді. Осы жаққа айналдырамыз. Видеоны паузаға басып, жазбаша түрде орындап шығыңыз, кейін жалғастырып тексересіз. غسل الولد وجهه بالصابون. غسل الولد وجهه بالصابون. Бала бетін сабынмен жуды. يغسل الولد وجهه بالصابون. Бұл бір жағынан не үшін керек? Мына жаттығуды орындасаңыз, сіз етістіктердің осы жақта қалай кәсіралы бола ма, фатхалы бола ма, даммалы бола ма, соны жаттап есіңізге түсіресіздер. Ат-туллабу харажу минал фасли. Оқушылар сыныптан шықты. Ат-туллабу яхруджуна минал фасли. Оқушылар сыныптан шығады, шығып бара жатыр немесе. Би ай жамиатин дараста я Файсал. Қай университетте оқыды, Файсал? Би ай жамиатин тадрусу я Файсал. Етістікті осы келесі жаққа айналдырып үйренеміз. Ат-талибату дахална ал-фасла. Оқушы қыздар сыныпқа кірді. Ат-талибату ядхулна ал-фасла. Оқушы қыздар сыныпқа кіреді. Лаибат Аминату ма'a ухтиха. Амина өзінің әпкесінің ойнады. Тал'абу Аминату ма'a ухтиха. Өзінің әпкесінің ойнап жатыр. Катабал мударрису дарса аля сабурати. Оқытушы дарсы тақтаға жазды. Яктубул мударрису дарса аля сабурати. Са'ала тулабул мударриса ас'илатан кафиратан. Оқушылар оқытушыға көп сұрақ қойды. Яс'алу жекеше түрде болады, себебі бірінші етістік тұр. Сол себепті яс'алу тулабу. Ал егер ат-тулабу бірінші келсе, онда ат-тулабу яс'алуна болады. يسأل الطلاب المدرس أسئلة كثيرة. نزل الركاب من الحافلة. жолаушылар автобустан түсті. ينزل الركاب من الحافلة.
жолаушылар автобустан түседі, түсіп барады. Ғасалат умми thiyaba, тағзили умми thiyaba, менің анам киімдер жуып жатыр. Тааммалил мисалайни, екі мысал зертте. Thumma хауилил аф'ала фил жумалил ати ила аф'алин манфиятин. Екі мысал зертте, кейін келесі сөйлемдердегі етістіктерді болымсыз етістікке айналдыр дейді. Мысалға, катаба Ахмаду дарса. Ахмад сабақты жазды. Енді жазбады деп айтымыз керек. Ма катаба. Өткен шаққа ма, осы шаққа ла, осы келер шаққа ла болады. Ма катаба Ахмаду дарса. Ахмад сабақты жазбады. Яктубу Ахмаду дарса. Ахмад сабақты жазып жатыр. Ла яктубу Ахмаду дарса. Ахмад сабақты жазып жатқан жоқ. Видео пауза басып өзіңіз жазбаша түрде орындап шығыңыз. Кейін жалғастырып тексересіз. Ана ашрабу шая. Ана ла ашрабу шай. Мен шай ашып жатқан жоқпын. Лаибна куратал қадамил яума. Бүгін футбол ойнадық. Ма лаибна куратал қадамил яума. Бүгін футбол ойнамадық. Аби язхабу иля суғи кулла яумин. Менің әкем базарға күнде барады. Аби ла язхабу иля суғи кулла яумин. Менің әкем базарға күнде бармайды. Ухти тадрусу бил джамиати. Менің қарындасым университетте оқиды. Ухти ла тадрусу бил джамиати, оқымайды. Хафилти сурatan набаи я Марьяму. Ей Мариям, Наба сүресін жаттадың ба? Ама хафилти сурatan набаи я Марьяму. Ама хафилти жаттамадың ба? Деп сұрап жатырмыз. Келесі жаттығы. Тааммалил амфилата thumma ажиб анил асилатил атияти мустамилан харфал истиқбали. Мысалдар зертте, кейін келесі сұрақтарға харфул истиқбалды қолданып жауап береді. Харфул истиқбал дегеніміз син әрпі. Бұл мысалға нақтылаймыз. Ла яктубу деген жазып жатқан жоқ. Яктубу жазып жатыр. Енді яктубу жазып жатыр. Мына жақта етістіктің мағынасын шектейміз. Бұл қазір емес, нақты алдағы уақытта болатынын ғана син әрпімен түсіндіреміз. Шатастырмас үшін. Мысалға, яктубу жазып жатыр, саяктубу жазады. Қазір бірақ қазір жазып жатқан жоқ. Жазады, жазатын болады. Саяржиул мудиру ғадан. Директор ертең қайтып келеді. Саадхабу иля Макката ба'да усбу'ин иншааллаху. Мен Меккеге бір аптадан кейін барамын, Алла қаласа. Енді мына так, мына сұрақтар болады дейді. Я, мына сұрақтар болады. Соларға синмен жауап береміз. Адхабу иля мал'аби кулла масаин. Мен стадионға кулла масаин күнде кешке барамын. Күнделікті күніге кешкі уақытта барады деген сөз. Мен стадионға күнде кешке барамын. Саадхабу хадал маса илал мактабати. Мен бүгін кешке, осы кеште кітапханаға барамын. Мынау жақта жай ғана факт айтып тұр, бір өзінің уақытылы істейтін іс-әрекетін айтып тұр. Ал мына жақта бұны бір мәрте осында алдағы уақытта бір мәрте орындайтын іс-әрекетті айтып тұр. Ағылшын тіліндегі жаңағында present simple деген сияқты мәселелер ғой бұл жерде. Мата ярджиу абука мин Багдада я Алию. Міне мынау present simple секілді. Мата ярджиу абука мин Багдада я Алию. Сенің әкең Бағдадтан қашан келеді? Ей Али. Сайярджиу ба'да усбу'ин. Ол бір аптадан кейін келеді. Айна тазхабу хазал масаа. Бүгін кешке қайда барасың? Саазхабу илал мактабати. Мен жаңағы кітапханаға барамын. Мата тактубур рисалата иля уммика я Юнусу. Саактубур рисалата иля умми хазал масаа. Мен анама хатты бүгін кешке жазамын. Видео пауза басып жазбаша түрде жауап беріңіз, жалғастырып тексересіз. Мата тағсилу сайярата я валаду. Көлікті мата тағсилу. Қашан жуасың, ей бала?
سأغسلها من ونجوامن немесе سأغسل السيارة غدا десек болады. Көлікті ертең жуамын. متى تذهب إلى الحلاق يا هشام؟ Шаштарыңызға қашан барасың Хишам? سأذهب إليه мен оған барамын. إليه немесе إلى الحلاق мен шаштарыңызға اليوم бүгін барамын, немесе بعد الظهر десек болады. Зухрдан кейін барам. في أي محطة تنزل يا أخي؟ қай аялдаманың сесіне бауырым? سأنزل في المحطة القادمة келесі остановкада түсем. اقرأ المثالين екі мысалды оқы. ثم اكتب مصادر الأفعال الآتية على غرارها. екі мысалды оқы, кейін келесі етістіктердің масдарларын үлгі бойынша жаз дейді. Масдар дегеніміз етістіктің іс-әрекеттің атауы. Мысалға өткен шақпен біз жүзді дейміз, осы шақпен жүзеді дейміз, ал етістіктің өзінің атауы жүзу. Мысалға қараңыз, қазақша айтайық бірінші. Жазды, ол жазды. Жазады. Осы шақ және етістіктің өзінің атауы жазу. Дәл сол секілді арабтарда да осындай нәрсе бар. Катаба, яктубу және китабатун жазу осы болады. Мысалға секірді, секіреді, секіру деген сияқты етістіктің атаулары болады. Мынау дәл сол секілді. Катаба, яктубу, китабатун деген секілді әр етістіктің осындай мастарлары болады. Дахала, ядхулу, духулун. Міне, кірді, кіреді, кіру. Ракиба, яркабу, рукубун деген секілді. Мінді, мінеді, міну. Хараджа, яхруджу, хуруджун. Шықты, шығады, шығу. Саджада, ясджуду, суджудун. Мастарлармен бірге жаттаймыз. Жаласа, яджлису, джулуsun, рака'a, яркa'у, руку'ун. Рукух деп осыдан шыққан мастардан. Назала, янзилу, нузулун. Саида, яс'аду, су'удун. Міну, көтерілу. اقرأ الجمل الآتية وعين المصادر الواردة فيها. Келесі сөйлемдерді оқы және келген соның ішінде келген мастарлары белгіле дейді. لهذه الحافلة بابان. Бұл автобуста екі есік бар. هذا للدخول бұл кіруге, кіру үшін. وذاك ал анау للخروج шығу үшін. Шығу, кіру. Бұлар мастарлар. Белгілеп қоямыз асын сызып. مات الرجل بعد رجوعه من الحج. Ер кісі қажылықтан келгенінен кейін қайтыс болды. Келу, руджу'ун, бa'да руджу'ихи, келуінен кейін. Келген соң деген сияқты мағынада. Ядхулу тулабу лфасла қабла духулил мударриси бихамси дақаиқа ва яхруджуна бa'да хуруджихи. Оқушылар сыныпқа оқытушының кіруінен алдын 5 минут бұрын кіреді. Мына оқытушы кірмей тұрып 5 минут алдын кіреді оқушылар сыныпқа. Ва яхруджуна бa'да хуруджихи, ал шығарды, оның шыққаннан кейін шығады, оның шығуынан кейін шығады. قال لنا الطبيب بزجي درجة ريت الجلوس هنا مع المريض ممنوع. بزجي درجة ريت من دا أورو من نوقصة من برجي وترو تيم سالنغان بولمايدا. الصعود على الجبل صعب والنزول منه سهل. توغا كوتيرلو مصدر يتس أتوا صعب قين والنزول منه الودان تسو سهل جنجل. أحب ركوب الخيل من أتقى من جندا ونطام من جاسور من ديدا. قال حامد لابنه ياسر
Ясир баласына Хамид айтты: "Саадхабу иля суқи бa'да руджу'ика минал мадрасати." Мен сенің мектептен келуінен кейін базарға барамын. Келесі жаттығу: "Тааммалил амфилата thumma ajib anil as'ilati musta'milan amma." Мысалдар зерттеп, кейін келесі сұрақтарға амманы қолданып жауап бер дейді. Айна таскунуна, қайда тұрасыңдар? Амма ана, бірінші мысалды көрейік. Ихвати яскунуна фи махаджи'ил джамиати амма ана фа аскуну ма'a қарибин ли. Менің бауырларым ихвати яскунуна фи махаджи'ил джамиати университеттің жатақханаларында тұрады. Амма ана, маған келетін болсақ, фа аскуну ма'a қарибин ли. Мен өзім туысқандарым бірімен тұрамын. Екінші: атарифу al-инкилизията вал-фарансията вал-фарансията джейдан я Хамиду. Сен ағылшын және француз тілдерін жақсы білесің бе? Хамид. Амма al-инкилизияту, ағылшын тіліне келетін болсақ, фа арифуха джейдан, мен оны жақсы білемін. Ва амма al-фарансияту, фарансияту, негізі фарансия. Ва амма al-фарансияту فدرستها قبل سنوات ولكني نسيتها الآن. Ал француз тіліне келетін болсақ, мен оны قبل سنوات, біраз жылдар бұрын оқыған едім. Бірақ та қазір оны ұмытып қалдым дейді. بكم هذا الكتاب وهذه المجلة. Мына кітап және мына журнал қанша тұрады? أما الكتاب فهو بعشرة ريالات. Кітапқа келетін болсақ, ол 10 риал. وأما المجلة فهي ب3 ريالات. ал журналға келетін болсақ, ол 3 риал. أين المستشفى وأين مكتب البريد. Почта қайда? Почта отделы қайда? Бөлімшесі. және аурухана, больница, емхана қайда? أما المستشفى فهو أمام ذاك المسجد. мына жақта былай жауап береміз. أما المستشفى, больница келетін болсақ, فهو أمام ذاك المسجد. ол анау мешіттің алдында. وأما مكتب البريد فهو قريب من السوق. ал почта бөлімшесіне келетін болсақ, онда ол анау суқ, базардан жақын жерде орналасқан. في أي كلية يدرس حامد وعثمان. أما حامد, حامد пен Осман қай факультеттерде оқиды? Енді Хамидқа келетін болсақ дейік. أما حامد فيدرس في كلية التجارة وأما عثمان فيدرس في كلية الطب. Хамидке келетін болсақ, ол сауда-саттық факультетінде оқиды, ал Османға келетін болсақ, ол медицина факультетінде оқиды. أين ذهب أبوك وأخوك. Сенің әкең және бауырың қайда кетті? أما أبي, менің әкеме келетін болсақ, فذهب إلى المستوصف. менің әкеме келетін болсақ, ол мустаусов, поликлиникаға кетті. وأما أخي, ал менің бауырыма келетін болсақ, فذهب إلى الصيدلية, ол аптекаға кетті. تأمل الأمثلة الآتية. келесі мысалдарды зертте дейді. мынау соңғы беті, машалла. جاء أخي من مكة. Меккеден менің бауырым келді. جاء أخ لي من مكة. ал енді былай айтатын болсақ, جاء أخ لي. Мысалы, мана қарибун ли деген сияқты сөз тіркестер болды. Мұның мағынасы جاء أحد إخوتي. Менің бауырларымның бірі келді деген сөз. Мынау менің бауырым келді, менің бауырым. Ал мына жақта менің бауырларымның бірі деген сияқты мағынада. ذهبت لزيارة صديقي. мен досымды зиярат етуге келдім, нақты бір досым. Ал мына жақта ذهبت لزيارة صديق لي, мен достарымның бірін, لزيارة أحد أصدقائي деген мағынада. достарымның бірін зиярат ете келдім. لزيارة صديق لي. أسكن مع قريبي. мен туысыммен бірге тұрамын. أسكن مع قريب لي. мағынасы مع أحد أقربائي. мен туыстарымның бірімен бірге тұрамын. الكلمات الجديدة, жаңа сөздер. дараса, оқу,
кітап оқу емес, андай бір жерде оқу. Сакана тұру, шакаро рахмет айту, назала түсу, бахафа іздеу, бахафа ан дегенмен бірге келеді. Саида көтерілу, арафа білу, ма тауаллу, наситу мен ұмыттым. Қарибун жақын туысқан, унванун адрес, мекенжай, битоқатун визитка, карточка, махаттатун аялдама, фаубун кием, рисалатун хат, халлақун шаштараз, мустаусафун поликлиника, бір васф, бір андай бір рецепт беретін жер, осындай дәріш деген сияқты. Сайдалиятун аптека, арызун рис, күріш, қадимун келесі, хайлун, мына ат. Осымен хайлун деген негізі көбінесе жаңа әскерде қолданатын аттар. Осымен 11-ші дәріс аяқталды. Келесі 12-ші сабақта кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.